Миле телеканалында хаберлер, студия Дельмаса Блакимова. Ассаляму алейкум, вешімдікі дақаға бөле малюмат. Ахмеджетте 325 миллион рублеге логистик меркез құрылып башланды. Осимаш кадына яны теби меркез янда ерлешедек. Буақта Қырымнан иқтисадиен кешаф визира Дмитрий Ширяка хабер етті. Шымдық құрыжылық мейдананда азырлық ішлер кете территорияны жештіралар ве тегізлейлер. Анбар одаларының умуми мейданлығы 40 000 квадрат метрден зияде. Бірінші невбетні бұл елінің соңына жайы күнлерміз. Анбарлар біз үшін пек мұйым ве кереклі олғаныны аңлаймыз. Бүгін Қырымның февкуляде вазиетлер везірлігінде Жымхуриет везірлер шурасының рейс муавины Игорь Михайличенко идаренің реберіні тақдим етті. Бұл вазифеге Қырымның сакені Сергей Садақлиев тайнеталды. Февкуляде вазиетлер сасында о 20 елдан берлі. 220 сенеден баш идаренің мудир муавины оларақ çalışты. Сергей Николаевичны айрыжа тақдым етмек керек дегіл. О 20 ел МЧС сыраларында çalışты. Сіз епіңіз уны яқшы білесіз. О лейтенанттан полковник кеже yol кечті. Өзіні білгілі ве талапкер хадим оларақ көстерді. Лично для себя я ставлю... Шахсен мен. Хадимлер үшін ибрет олмаға істейм. Везерлігіміз огыне қойылған эпосы вазифелерні бежірмек, еріне кетірмек Қырым сакинлеріні ве мусафырлеріні бұ ерде растkelген чешіт вазиелерінден қорчаламақ бұржумыздар. Кезлевде сүргін етілген ватандашлар үшін 108 квартиралы мескен евны 2022 сене февраль айында құрылып бетірежеклер объекте ишлер графиктен евел алып барыла мевзунын девамы базымлефамызда. Құруджылық тоқтамай, бұл 9 қатлы месен евде 108 сүргін етілген ватандашымыз квартираның сайыбы олажақ. Ишлердің кетешатына милетлер ара мұнасыбетлер ишлері бойынша Девлет комитетінің рейесі Альберт Кангиев қимет кесе. Бу бинаның проект мудетлері 2022 сененің бірінші кварталы. Құрыжылық 2022 сене февраль айында екінлемек керек. Бу ерде құрыжылық насыл тешкіл етілгеніне бақып шубе yok. Бу ершей белгіленген мудетте япылар. Құрыжылық федераль мақсатлы программа бойынша алып барыла. Бинаның темелі 2019 сене қойылған еді. Проект весеқаларда қаталар қачырылғанының себебінде тыш қызметші ишлеріні тоқтатты. О вақыт ички ишлеріні назарға алмадылар. Декабрде экспертизадан чықтық. Анлашма тыздық ве құрыжылықны ғайырдан башладық. Ички ишлер пек жоқ. Тахмынен 5000 плитка олажақ. Оның үшін колем пек бұю. Келечек авта пенжерелеріні монтаж етіп башлайжақлар. Исмаилбей қасабасында текленген яны бала бақчасында есе вазиет бамбашқа. Бинаны тап 2018 сене құрып бітірген әділер. Ама бала күлкісі еріне мұнда сүкінет. Ресми ачылу вегаз бөріліві үшін Ростехнадзор идаресі рұқсет бермек керек. Бізге буалны боле анлатылар. Шымды шер Ростехнадзор идаресінден ресми жева беклей. Анлатмаға реджа етелер. Түзітувлер чоқ. Бұл модуль бина капитал құрыжылық дегіл. Оның үшін оның проект везиқалары yok. Беклейміз. Ростехнадзор не айтса ойле олар. Тулусыне донатылған котельня чалышмай. Бузи маневи бала бақчасы кыбы. Бала бақчаға ознев бетіні есе 600 адам беклей. Рұқсет сорап не вақыт мұражат еттіңіз. Деген суалге 2 күн евелсі деділер. Бойле олмамақ керек. Біз ишлеріні тезлештірмек үшін мұражат етежеміз. Ве бала бақчасы эксплуатацияға тапшырылуы үшін кереклі чәрелер бақажамыз. Девлет милетлерара комитетінің рейесі бұл меселе чүзілівенде ярдым көсірмеге сөз бере. Сабина Денеева, Диана Бекмамбетова, Аким Бекиров, Милет үшін Кезлев. Хафлы шарайты Тасиль Алов 10 елдан берлі Месхор қасапасындаки екене мектеп қазайы сайыла. Балар 4 блоктан бірінде оқымаға мечбурлар қалғанларында болынмақ хавсыз дегіл. Меселені насыл чезмеге істегенлері аққында Ленозы Бурсейтова тариф етежек. Вот этот блок наша проблема. Мына бұл блок біздің меселеміз. Көресіз ма? Чатлақ. Бұл қазайы болук, о қапалы. Да, екі блок есе бұл қазайы сойынен ян аша тұра. Нетижеде 2018 сенеден берлі олар эксплуатациядан шығарылды. Чоқтан чоқ чатлақларының себебі ерешілмесіне бағлы. Бөйлешелеріні мониторинг еттік. Бірқач вақыт бұл ерешілеулері олды. Сон тоқтадылар. Венді 2 елдан зейде нәтижелеріміз сыныр дәрежеде. Шымды ішілув жоқ.
Ama епісі бір хафлы. Жерянны махсус электрон фенерчиклер ярдымынен бақалар. Шымдырек уч блокның аятларында дауышлар тынып қалды. Олар бом бош тұра. Тек Арби Шаншурет музейі манзараны біраз яраштыра. Бір вақытлары бұ ажайып музейді стендлер, плакатлар тура, хатта лицензия барыды. Шымдыды регистрация етілген. Амма талебелерні мұнда алып келмекенді ясақ етілді. Балалар бір блокта тәсіл алғанлары себебінден дерслер екі сменада кечіріле. Ирина Сверидова башланғыч сынып хожасы. Кореис мектебінде 40 жылдан берлі чалыша. Оның үшін балаларнен қонышу бұйық мемнүниятліктір. Bazı yerlerde bu bizge yetişmemezlik gibi көріне, ama biz bu ağırlıklarga dayanmağa tırışamız. Olar vaqtınca olğanına umut etemiz. Geleceğimiz parlaq olur ve biz yanı Dülber mektepte çalışarmız. Кореис мектебінің бинасы яқшы тарafқа деңішмесі қиын. Евелден оны федераль мақсадлы программа бойынша реконструкция етмеге ниетленділер. Ама мутахассислар айтқаны ки бұл бинаны тамирлемекнің файдасы жоқ. Нормаларға көрем бойле Дамартада тек 145 ерлік мектеп құрмақ мүмкін. Бүгін мұнда 40-100-ден зияде бала тәсіл ала. Оның үшін акимиет яңы мектеп құрмаға қарар алды. Эки Дамартаны назарда tutамыз. Бірісі bu Cumhuriyet yolbaşçısının avalisi boyunca Masandra muessesine берілгені. Бүгін o Kırım Cumhuriyetinin mülkiyeti sayıla bu 9 gektar yer omында Koreyizде. Якын вақытта акимиет Дамартаны белгілейжек, мутахассисларнен епіс инжіліктерні музакере етіп қарар алажақ. Белки мектепнің 65 жылық юбилейні ожалар ве талебелер яңы бинада қайды етерлер. Ленуза Борсейтова, Виталий Голубев, Милет үшін Ялта. Эркойлі командаға яны урбалар Қырым футболчылары бақшыш оларақ ixtisaslı спортив костюмлер әлде еттілер. Акцияның тешібесчесі Қырымның қой қожалығы везерлігі спортчылар урбаларыны ilk сефер кейіп баққанлары ве енді оларының оғынден асыл мақсадлар тұрғанын ақта Наджия Исаева тариф ете. Қайырлайым сені, яқшы қапуджи ол, яқшы оқы, сағлам ол ве әрдайым бірінші ерні ал. Яқшы, чоқ сақ олыңыз. Яны галебелерге яны Урбакиев. Эдем Шабадинов команданын en яш iştirakçısı, қапы бекчісі. Вақтында топны ура олейді тоқтата ве ойыншыларға қайтара. Командада оны күчік Месси деп адлайлар. Идманларда топны қачырған вақытлары да ола. Амма ярышларда о бутун күчні топлап ойнай. Мен әр вақыт келем. Атта хасталансам біле, ешбір идманны қачырмайым. Мен әр вақыт қапыларда тұрачам ве командамызны қорчалайжам. Яш спортчылар галибе казанмак максадыны коялар. Bunun яны имканлары да эпарта. Да 5 yıl evvelsi 5 terek koyunda futbol meydanı yerinde otoseydi. Şimdi ise bu zimanivi meydan ama da test rejiminde çalışan. Onun açılığı barge planlaştırıldı. Спорт ве тес әрекеттерден ғайры бізде да туризм бар. Балалар яқшы ерлерні алалар. Бірінші, екінші, үшінші ерлер үшін мүкафатлар қазаналар. 5 терек артта қалмай. Енді яны урбалар тек оның Донской командасына дегілді, фрегат командасында да пейда oldu. Балалар өз клублары теркемінде ойнамаға ве кой футбол yılı devamında en parlaq yarışlarını keçirmege hazırlar. Koy futbol yılının өз логотипі ve timsalleri бар. 2021 senenin sonuna Kırım'ın hepsi komandaları yana urbalar ve donatmalarını teminlemege isteyler. Bular hepsi meskür spor çeşitini yana seviyege çıkaracak. Aksiyaga Cumhuriyetimizin 80'den ziyade koy istisalcısı kol tuttu. Bundan da gayra sponsorlarının kol tutuvu faal şekilde arta. Biz бүгін мемориеттерімізге бір şeyін аңлаттық. Кімер тақымлар атта бір ерге чықмаға имканлары олмағаныны гізлемек керек дегіл. Не автобуслар, не яқарлық. Бүгін біз оларға планлаштырылған епсі тәдбірлеріні кечірмек үшін бюджетлерге малие қошмаға рижа еттік. Keçken sene 140 sport meydanı açıldı. Kimерлерде hala da rekonstruksiya işleri alıp barıla. Keçken sene sport yaşayış normasıdır adlı maqsadlı programa çerçevesinde Jankoy rayonunda birinci sefer suni futbol meydanı töşeldi. Anda balalar idmanlarını tolu şekilde geçire bileler. Gelecekte 133 koy futbol komandasına ekipirovkanın temin etmege isteyler. Buna 2000'den ziyade komplekt gerek olacak. Naciye Isayeva, Dmitri Nizavoy, Millet üçün. Шынген Аш, екінші ве Қошав Ахмеджетте Курчатов адына бірінші санлы гимназия шайт блокі тамир етілді ве яныдан донатылды. Екінші бала егмегі ве зияде файдалы ве чешіт олды. Балаларнен бірабер сабалық емегене Ленуза Борсейтова ел алды.
Эн лезетлі сабалығымыз бүгін сүт мақсулаты ве мейва. Екатерина Сахацкая ешке әркезден әрте келі электрик алетлеріні көчіре ве талебелер үшін сабалық пішіріп башлай. Бұл ботқа бутербродлар, мейва, йогурт әмде сабалық не берабер уле емегіне азырлана. Бұлар епсі тез пішіріле. Етіштірмек керек sıcak аш балларға бірден беріле. Олар пек бегенелер. Бұл оқып елында аш пішірмесі тежде олды. Яна плитка, электрик котел ве буф конвекторы пейда олды. Буф ярдымнен диет әмеклеріні пішірмек мүмкін. Бұл шейлерінің фияты миллион рубледен біраз чоқча. Саба саат 9-да ашхане талебелеріні файдалы ве недетлі сабалықнен қаршылай. Меню, витамин ве микроэлементлер чоқ қолған мақсуаттан ибарет. Бала тоқ ве бақтлы олса, оның оқывыда яқшы олыр. Пек лезетлі, сақ олыңыз. Бұл сене январь айында балалар топлы ерлерде аш суф тешкіл етілігі бойынша яны қайделер таздықланды. Эмеклер файдалы олмалы әмде регионын құсетлері назарға алынмақ керек. Тедавиле фияда диета ашларына мұқтач олған балалар үшін айры меню тезележек. Умумен бізде башланғыш сыныфларда оқуған 600-ге яқын бала яшай. 250 имтиязлы бала категориялар чешат. Әрбірі үшін айры меню тізіле ве әмелге кечіріле. Ахмеджетнің 38 мектебінде башланғыш сыныфларда оқуған балалар үшін бедава sıcak аш тешкіл етілген. Бір талебеге күнде 60 рубле айрыла. Қырым пайтақтында бөлелерінің сайысы 20 000-ден зияде. Бұндан ғары имтиязлылар үшін пара айрыла. 9,5 бинден зияде бала бұл имтиязлы категориялы балалар. Олар өз категориясына көре 110 рубледен 183 рублеге же бедава ашайлар. Sıcak аш тешкіл етілігі бойынша епсі шартлар яратылды. Шehir hakimiyeti дегер тасир мәселелер үшін де бір sıra тамиратлар кечірмеге ве донатма сатын алмаға планлаштыра. Надежда Исаева, Ленуза Бурсиетова, Виталий Голубев, Миллет үшін. Яшлар арасында менфияларының профилактикасы мевзусына бағышланған төгерек маса Февзи Якубов адына Қырым Мөндеслік педагогика университетінде кечті. Мақсат яшлар арасында имканларының әмелге кечірілігі үшін шарайт яратмақтар студентлерінің файл ноқта назары шекеленовы ақта сөз өрсеттілді. Форумның ішінде Чеші девлеті дәрелерінің векелері, емде студентлер тешкілатларының ве бірлешмелерінің реберлері ве фальжилері іштирак еттілер. Ожалар ве үйкен адамлар оларақ, бізім бойын боржымыз yüksek ахлақны, маневилікні сақлап қалмақтыр. Бұл чизгілер бізім мемлекетімізге ве ватандашларымызға айт. Бізім yüksek ве пек терен тарихымызны, біз бүгін яшларымызнен бұл ақта субет етежекміз. Топлашувда эмде Яшлар сиясеті комитетінің векеллері ве Қырым Али оқып юртындан давет етілген іштирак еттілер. Бізім вазифеміз ве бізім мақсадымыз бұл Қырым Мөндеслік ве педагогика университетінің мейданыны қолланып, яшларымызға білгі бермектір. Бұл білгі ярдымынен олар яланны, манипуляцияларны ақиқат ве керчек шейден айыра білерлер. Ве әлбетте ресми мен баларны қоланмақ, оларға ишанмақ. Санада чықышлар, конкурсларда іштирак ету ве чешет қолайсы салар. Бізім дайми рубрикамызның қараманы Зейнеп Межмединова бөлешелер ақында тариф етті. Қыз балалықтан ойынларнен оғраша ве өмірні ойынсыз тасавур етіп оламай. Санада 15 елдан зияде театрде 4 ел ве 1 елық ожалық. Ажайып ойынжы ве өз ешінің ұстасы Елена Исаева көрішті. Ойынжы олмақ үшін ел қыдырасыныз бізім лепқамызна сіз үшін. Ағасының тойында Назик қыз лезгин ойны ижра еткен сон, оны танып башладылар. Бір қач ел версі бұл видео интернетте бірден дарқалды. Оны 10 миллион адам бақты ве бұл сай эпарта. Бойле муафақеттен сон Зейнеп Межмединова çalışmaға девам етті. Чықышлар, ғалибелер, шақси ирешмелер ве елларжы идманлар боле фікірге алып келді. Ойын дегерлерге де илхам бере біле. Энді о ожа уч группа әр біріне 25 бала қатнай. Yaş oyuncuları icra etken milli oyunlarımızın elementleri pek dülber ama onlar hocanın ustalığı ve onlarca repetisiyalarının neticesidir. Her şey meşguliyetler ve sözlüğüden başlana. Muzika yankıray, hareketler bir vakitte ve bir şekilde icra etile. Adım adım elementler pek kolaylı becerile. Bütün bu ceryanın dirijörü Zeynep Межмединова. Tırışan daha güzel oynamağa, daha güzel ballarının özümü göstermege,
балаларының әвестігі олсын, насыл мана әвестік берділер бұл ойынға. Оледа мен балачықларға істейім әвестік көстермеге. Қызлар доз доғры тізілелер. Эллері ашада сон сақ тарафтан солға далға шекілінде әрекетлер. Оғланлар авучларны топлап адым аталар. Талибелерге қолай дегіл. Мында олар 100% тұрышмақ ве çalışмақ керек. Залда бір саатлық репетициядан сон әрекетлер енгілже көрінен. Ойыншының yüzінде тебесім olması шарт. Oyuncu olmak başında bu yolunu Zeynep'nin anası seçti ve tek ondan son Zeynep ozum. Ona başka bağlar gibi oyun alemini anası alıp geldi. Ama o vakit bu avesli kahramanımızın bütün ömrünün işi olacakta bir kimse düşünmegen edi. 6 yaştan Guldeste ansamblinde Elzara Hanım Asanova'nın rehberliğinde kolektivle beraberlikte Romanya, Bulgaristan, Türkiye ve Lehistan'da çıkışta bulundular. Ama mektepini bitirgen son kız Kennedy iki yol arasında kaldı. Nerede okumak, nasıl zanatını seçmek ve bu sefer seçim onun kedi. Zeynep kariyerasını devam etmeye karar aldı. Men 6 yaş olğanda anam beni nasıl birinci sınıfğa alıp bardı, öyle de oyunğa alıp bardı. Ve doğrusunu aytsam, men namaz edim, ifah edim. Ne için men bunda geldim, ne men yapacağım. Ama şimdi anama çok teşekkür etmek isteyim. Çünkü şimdi ozu yaşayışımı oyunsuz görmeyeyim. Hoca olmak demek her daim tahsil almaktır. Bütün boş vaktini kız evvelki gibi zalda geçireyim. Ama oynamağa hevesliği, yakınlarının yardımı ve talebelerinin gözlerindeki minidarlık, güç bere ve maksat yakınca korunayım. Ozu ömrümü başkaca görmeyeyim. Men pek baxtlı insan çünkü benim işim bu benim hobi ve men işe barıp huvanam ve bu bana kelişe. Çıkışlar ona internette de rağbetlik getirdi. Çeşit mevzularga bağışlangan videorolikler çıkara ve yaşayış akta şaka etip oyunlar vasıtasının seyirciге müsbet duygular bağışlay. Muhlislerinin kol tutuvu ve binlerce bakuvlar ve like koyganlar mından kelip çıkan. Pek Dülber, ama ogde daha iş var. Acayip plastika. Böyle oyunlar için sağ olunuz. Bakıp zevk kalasın. Zemanevi oyunlarda yengillikle icra etilgeni korunup tura. Oyuncu ise öz işini memnuniyetlikle beceriyem. Er vakit bar kuchnen derslerde, konsertlerde, er vakit ve er yerde. Zeynep Mejmedinova öz istidatını numayiş eti. Biz seyirciler ise ayrette kalamız. Naciye var, Senfukala, Millet için. Ratlıq günleri Millet telekanalında Kırım'nın esas malumat programması Ercuma akşamı ve bazar günleri saat 7.30'da Şeşulakova neticeler ile. İş yerden kaldırmazdan. Teziye o günde korkunçlu, aşılama yapkanda korku yok. Kırım'da toplu şekilde koronaviruska karşı aşılamalar yapılığı devam etti. Endi hatta iş yerinde COVID ile kureşke koçucu aşılama brigadaları koşuldu. ФЦП объектлері ayrıca nezaret etili. Как мне понять, что здесь изменилось? Mında ne denişkeni nasıl anlayayım? Kasaplanı ne demek? Dinamikanı şimdi nasıl anlamağa? Federal emniyet taşıgan obyektler kuruculuk vezirliginin nezaretinde. Yat bala olmay, balаны alıp bakmak için ne yapmalı? Детей своих у нас не было. Ballarımız yok edi. Şu sebepten vasilik organlarında çok sualler peyda oldu. Yapıp olurmuz mu, yok mu? Ana babasız kalgan ballarının 94%'ı ailelerge kabul etildi. Hem tevsiye beruf, hem de para ayıruf. Firmacılarga devletten yardım gösterili. Süt et istisali arta. Elbette sömürlük asrayıcılar da esasen grantlar elde ettiler. Kırım agrariyeleri için 100 milyonga yakın ruble. İş yerleri çoklaşa, vergiler ve koy hocalık mahsulatları arta. Kırım firmacıları grant ve subsidiya paralarını nasıl masraf ettiler? Şimdiki dakikaga bu haberlerinin hepsi de gelecek yayınımızdan kaçırmanız.